екінші схема бұл жалпы мазут шаруашылығының сызбасы. Бұл мазут шаруашылығы бұл жалпы жылу электр станцияларында қосалқы отын түрінде пайдаланып, яғни қосалқы отын түрінде бұл горелкада, жаңа сендер бірінші схемада ауаны үрлеп бересіңдер. Ауаны үрлеп бергенде горелканың ішінде де жан жағынан тесіктер болады, ауа кіретін. Ол кіретін, о жақтан да ауа кіреді, бұл жақтан сендер жылы ауамен, ыстық ауамен отынды үрлеп бересіңдер. Ол ауамен араласады, бірақ сол кезде вихр пайда болады, яғни құйын пайда болады. Ол құйын пайда болған құйынды тұтандыру үшін бізге мазут керек. Яғни екінші бұл схема, сендерде енді мазут шаруашылығы осы схема бойынша. Жалпы схеманы түсіндіре кетейін қазір. Схеманың материалдарды берем, схема бойынша негізгі материал. Платонстада тұр, бірақ почтасына немесе группаның почтасына жіберген сол материал бойынша оқып аласыздар. Бірінші цистерналар болады. Бірінші цистерналар. Ол да мынандай немен железнодорожный темір жолмен келеді. Мынандай астына үстінде цистерналармен олар бірнеше. Ағай, дауысыңыз естілмей жатыр. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма енді? Бір естіліп, бір естілмей тұр. Ағай, дауысың. Ше? Темір жол цистерналары, бізде темір жол цистерналары, яғни екі темір жолы, бір цистерна. Темір жолмен цистерналар келеді, цилиндр тәріздес. Солармен келеді станцияға, оларда. Келген цистерналар бізде, одан кейін келген цистерналар бізде үшінші тұрған переносный лоток дейді. Переносный лоток арқылы бізге сливной жылыпқа беріледі. Яғни құйылатын ыдыстар болады, мазут. Сол арнайы келген мазутты станцияға құйылатын арнайы ыдыстар болады. Сливной жылып. Соған келеді, соған беріледі. Одан кейін ол берілген біз 5 арқылы, яғни беруші құбыр, отводящий трубалар арқылы, 5 арқылы біз негізінен приемный емкость дейді, қабылдау, мұнда бункер болса, мұнда қабылдау цистерналары болады. Соларға береміз приемный емкость. Соларға береміз, 6-шы тұрғана екеу жатқан. Екеу жатқан. Осыларға береміз. Одан біз аламызда мазут провод арқылы, схемалар бойынша 10-шыға барады. 10-шы тұрған приемный емкостьтен алып 10-ға береміз біз. Ол бізде 10-шы. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Приемный бұл емкость арқылы біз мына жерде трубопроводтармен, мазут проводтармен біз 10-шы береміз. Фильтр грубой очистки дейді, 10-шы тұрған. 3 фильтр грубой очистки тұрады. Ол фильтр грубой очистки негізгі ішіндегі тазаланып, фильтрден өтеді да, ол 9-шы бізде насостар арқылы болады. Насостарға беріледі. Бізде насостардың
екі түрі болады. Шестеренный насостар болады. Одан кейін екінші түрі бізде ол винтевой насос дейді. Осы екі түрі болады насостардың. Шестеренный, винтевой деп екі түрліге бөлінеді. Сосын одан алып біз 9-дан алып біз 8-ге береміз. 8-де насостар яғни беріп мазутопроводпен 8 фильтр тонкий очистки дейді. 8 соған беріледі. Фильтр тонкий очисткидан шыққан бізде мазуттар ол мазутохранилищеға беріледі. 7. Тонкий барлық жасалады бұл жерде. Тонкий яғни тазалау фильтрлерден өтеді да, бұл мынау 7 үлкен тұрған 2 неге бөледі? Мазутохранилищеға беріледі. Осы мазутохранилищеға беріледі. Бұл мазутохранилище жалпы бізде қосымша мазут сақтайтын цистерналар болып табылады. Бұлардың жалпы резервуарларының көлемі 100 метр кубтан 20 000 метр кубқа дейін болады. Бұл енді несі көлемі неге байланысты? Жалпы мазуттың біз алып келу қашықтығына байланысты. Одан кейін оларды күннің суықтығына байланысты сақтау сол болады. Одан кейін мазутты біз қалай алып келеміз? Соған байланысты ыстық күні ме, суық күні ме, соған да байланысты болады. Жалпы бізде мазуттар 2-ге бөлінеді. Сақтау бізде мазутты сақтау ол железно-бетонный болады, темір бетонды. Одан кейін металды болады. Жалпы темір бетондар бұл бір қалыпты температурада болатын аймақтарда қолданады. Ал металдық бұл цистерналар жалпы суық аймақтарда қолданылады. Жалпы сақтау, мазутты сақтау суық аймақтарда қолданылады. Енді бұдан кейін 7-ден біз алып мазутты 11-ге береміз. 7-ден мазутты біз аламыз да 11-ге береміз. Ол бізде екінші мынау 8-ші тұрған тонкий очистка, тонкий фильтрный очистка бұл мазутохранилищеге дейін тұрады. Өйткені бұл жердегі очистка мазутохранилищенің ішіндегі баратын мазутқа очистка жасайды. Мазутохранилище 7-ден шыққан 11 тонкий бұл уже қазандыққа баратын мазуттың құрамын тазалайды фильтрден. Одан тонкий очистка 11-ден кейін біз 12 подогревательға береміз. Бұл 13 бізден насостар арқылы біз мынау подогревательдерға беріледі. Подогревательдерде мазут қыздырылады. 70 градусқа дейін мазут бізде қыздырылады. Мазутты да біз тұтандыру үшін суық мазутпен тұтандыра алмаймыз. Ол біздің немізді КПД-мізді түсіріп тастайды. Сондықтан ол үшін мазутты қыздыру керекпіз. Подогреватель 13-тер тұр ғой, сол мазутты қыздырады. Одан кейін біз оны мазутты алып, қыздырып, насостар арқылы 14 горелкаға беріледі. Насостармен айдалып, бұл горелкаға барады. Горелкада мына жақтан ыстық ауамен келген араласып жатқан ауамен отын араласып жатады, ұнтақталған отын. Соны араласып жатқан кезде мазутпен біз тұтандырамыз. Мазутпен тұтандырғанда бізде жану пайда болады. Жану жылулығы пайда болады.